Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Күзетші Жүсіпті түрме бөлмесіне апарды. Түрме бөлмесінің есігін қатты тарс жауып, есікті құлатып, кетіп қалды. Кінәсіз Жүсіп темір тордың ар жағында отырды. Ол адал әрекет еткені үшін түрмеге қамалды. Мұндай әділетсіздікті қалай түсінуге болады? Жүсіп барлық уақытта ойланумен жүрді. Оның көз алдына ағаларының жүздері қайта-қайта келді. Олардың оны Мысырға құлдыққа сатып жібергеніне бірнеше жыл өтті. Олар оны жек көрді. Өйткені Құдай оны ұлы билеуші етуге уәде берді. Пирамидалар мен перғауындар елінде оны перғауынның қызметшілерінің бірі Патифар сатып алған болатын. Жүсіп барлық жұмысты жақсы атқарды. Патифар болса, оған риза болды. Онда Жүсіп сияқты жақсы құл ешқашан болмаған еді. Жүсіп барлық істерінде табысты болды. Ол әрқашан жұмысты жақсы істейтін. Балалар, Жүсіптің сыры неде екенін білесіңдер ме? Құдай онымен бірге болды және оған көмектесті. Патифар оған үйін және барлық егістік жерлерін сеніп тапсырды. Жүсіпке барлық уақытта сенім артуға болатын еді. Ол өте сүйкімді жас жігіт болатын. Патифардың әйелі оны ұнатып, оның өзімен күйеуі ретінде болғанын қалады. Бірақ бұл дұрыс па? Құдайдың заңында неке адалдығын бұзба деп айтылған. Бұл заң ол кезде Жүсіпке қатысты болғандай, бүгінде де бізге қатысты. Жүсіп Құдайға мойынсынып, бұл әйелдің сөзіне көнбеді. Бір күні Патифардың әйелі Жүсіпті қайтадан азғыруға кірісті. Ал балалар, біреу сендерді азғырып, жамандыққа көндіргісі келгенде не істейсіңдер? Жүсіп сияқты болыңдар. Ол күнәдан қашып кетті. Бұл әйел оның шапанының шетінен қатты ұстап алды. Сол себептен Жүсіп шапанын шешіп тастап қашып кетті. Ол қожайынының әйелімен күнә жасамауға нық шешім қабылдады. Патифардың әйелі ренжіп, Жүсіптен кек алғысы келді. Күйеуі үйіне қайтып келгенде, әйелі оған: «Жүсіп бөлмеме кіріп, мені зорламақшы болды. Мен қатты айқайладым, және ол қашуға мәжбүр болды. Ол асығып, шапанын бөлмемде қалдырып кетті», деді. Шапан оның дәлелі болды. Патифар әйелінің жалған әңгімесіне сеніп, Жүсіпке қатты ашуланды. Оны тез арада ұстап алып, түрмеге тастауды бұйырды. Бірақ түрмеде Құдай Жүсіппен бірге болды. Сондықтан оқиға мұнымен бітпеді. Құдайдың Жүсіпке арнаған өз жоспары болды. Бірақ Жүсіп бұл жоспардың нақты не екенін әлі түсіне алмады. Келесі шығарылымда біз Жүсіп туралы баяндауды жалғастырамыз. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.